Қайырлы күн, құрметті көрермен. Мен Мұхтарова Гүлжазира Төлепқызы, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, номер 42-ші Ақниет гимназиясының математика пәнінің мұғалімі, педагог, сарапшы. Сіздердің назарларыңызға математика пәнінен 8-ші сыныпқа арналған халықаралық зерттеу есептері тақырыбындағы курс бағдарламасын ұсынамын. Халықаралық зерттеулер нәтижесі бойынша еліміздегі жалпы орта білім беретін мектептердегі пән мұғалімдері пәндік білімді жоғарғы деңгейде береді, бірақ алған білімдерін өмірде қолдана білуге үйретпейтіндіктері көрінді. Бағдарлама PISA халықаралық зерттеулеріне дайындау мақсатында әзірленген. Жинақта тапсырмаларды орындауға, нұсқаулар мен математикалық сауаттылығы бойынша тапсырмалардың шығару жолдары көрсетілген. PISA тапсырмаларына келетін болсақ, тапсырмалар оқушылардың ойлау қабілеттерін дамытады және логикалық есептер ашық және жабық түрінде берілген. Оқушылардың білімді игеруіне байланысты деңгейлік тапсырмалар берілген және оларды орындау қабілеттеріне қарай қойылатын талаптар деңгейлері де әртүрлі. Оқушы мақсат қоюға үйренеді, есте сақтау қабілеттері дамиды, басқалармен бірігіп жұмыс жасайды, кітаппен жұмыс жасауға үйренеді, қатарынан қалмауға тырысады, дарынды оқушылар өз қабілеттерін одан әрі бекіте түседі, әлсіздер оқуға ниет білдіріп, өзіне деген сенімсіздіктен арылады. Күшті сыныптарда оқуға деген ынта артады. Білім дәрежесі бірдей сыныптарда оқу жеңілдейді, өздігіне жұмыс істеуге дағдыланады. Нәтижесінде оқушы белсенді болады, шығармашылық тұрғыдан ойлайды, шешім қабылдай алады, өз кәсібін дұрыс таңдайды, өмір бойы білім алуға дайын болады. Бүгінгі күн талабына сай жан-жақты дамыған, белсенді, өмірге талпынысы мол, қызығушылығы бар адамды тәрбиелеп шығарамыз.